Әнет баба өсиеті. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Шебер шешім көркем сөздерімен халық арасында шешен атанған Қазыбек би жыл сайын қасына жолдас жораларын ертіп, даналық, тапқырлық сөзімен мәлім Әнет бабаға сәлем беріп, кәрі құлақты қариядан тәлім-тәрбие, үлгі өнеге, тағылым алып қайтады екен. Бірде сол әдетімен Әнет бабаның үйіне келіп түседі. Қарт бұрынғыдан әжептәуір қартайып қалса да, сыр білдірмейді. Қазыбектің жора жолдастарын өзін жақсы қарсы алып, мал сойғызып, қазан көтертеді. Сол ауыл маңындағы қариялар, жайсаңдар жиналып, әңгіме дүкен құрады. Ертеңіне Қазыбек жол жүруге қам жасап, сапар алдында Әнет бабаға бір ауыз өсиет айтып беруін өтініпті. Бірақ Әнет баба, Қазыбек жанай, жасы келіп қартайған, қасынан жан тайған, асына мал тайған адамнан не кеңес, не өсиет сұрайсың деп ештеңе айтқысы келмей. Бірақ бірбеткей Қазыбек шешен Әнет бабаның бір ауыз ақылын тыңдамай, еш жаққа кетпейтінін білдіреді. Сонда Әнет баба Қазыбек шешеннің бұл қылығына күле қарап, болмадың ғой, айтайын деп сәл ойланып, әкім деген сөзді жарыңа сақта депті. Қазыбек Әнет бабаға ризашылығын білдіріп, жора жолдасын қасына ертіп, еліне қайтады. Ол жол жөнекей өзімен еріп келе жатқан нөкерлерінен, Әнет бабаның қандай өсиет айтқанын ұқтыңдар ма? дейді. Бірақ бұл сұрағына ешкім үндемейді. Сонда қаз дауысты Қазыбек Әнет бабаның айтқан өсиетін былай деп шешіпті. Ә дегені әділ бол. К дегені күншіл болма, көпшіл бол. Т дегені ілтипатты бол. М дегені менмен болма, мейірман бол дегені. Әнет бабаның сол өсиеті ел арасына кең тарап, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалыпты.